Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2024 жылғы 13 қыркүйектегі 101 номерінде Сарыарқа төсіндегі дүбірлі дода мақаласы жарық көрді. Астанада халқымыздың көне ойындары көпшіліктің көз айымына айналып үлгірді. Финалда көкпардан Қазақстан құрамасы Қырғызстанды 5-4 есебімен жеңіп, жарыс жеңімпазы атанды. Ал 9 құмалақтан жерлестеріміз 3 алтын медаль жеңіп алды. Қазанат ипподромы нағыз қазақ спорт өнерінің ордасына айналды. Халқымыздың бай салт дәстүрі, әдет-ғұрпымен жақынырақ танысқысы келгендердің дені этноауылды бетке алған. Жағалай алқа қотан қонған ақшаңқан киіз үйлер, тазы ертіп бүркіт ұстаған қыз-жігіт, жайған ақ дастархан, әр жерде әуелеген ән мен жыр, күй күмбірі халқымыздың көшпелі тұрмысын елестетеді. Көшпенділер ойыны болғандықтан, бұл жерде әр облыс өзінің тарихын, салт дәстүрін, жетістігін көрсетеді. Біздің облыс 3 киіз үй әкеліпті. Оның бірі қонақжай киіз үйі. Онда келген қонақтарды төрге шығарып, дәм-тұзымызды ұсынамыз. Екінші киіз үйге туған жердің тарихынан сырт шертетін жәдігерлерді орналастырдық. Үшіншісінде біздің облыстың көне тарихынан бастап, бүгінгі заманауи келбетіне дейін бейне көрініс көрсеттік. Оның ішінде бүгінгі Кия зауытының салынып жатқандығы, басқа да өндірістік әлеуметтік нысандар туралы мол мағлұмат берілген. Ондағы мақсатымыз келген қонақтарға облыстың әр жетістігін визуалды түрде жеткізгіміз келді. Келушілер өте көп. Олардың арасында өз жерлестеріміз Қостанай өңірінде туып өскен азаматтар, қоғам қайраткерлері, елшілер, шетелдік қонақтар көп. Бәрі өздерінің жақсы бағаларын беріп, ризашылықтарын айтып жатыр. Мұның өзі біздің мақсатымыздың орындалғаны деп ойлаймын, дейді облыстық мәдениет басқармасының басшысы Құралбек Атамұратов.